жүріп едім. Бүгін Алла Таала өз арқасына итерді ме, жақсы инсандар телефон қылды. Қазір bu yoqqa keltirib, Qo'jeliga keltirib, жұмыстан keltirib, Ұлбосын апа деген апамыз телефон қылды. Одан мына жерлерді тазалап, не қылуға жәрдем беруге жігітлер телефон қылды. Сол жігітлерге де рахмет. Ертең Құда қаласа сөйлерді келіп тазалап, жер орын таярлайды фундамент қоюға. Кейін Ұлбосын апа деген апамыз телефон қылды. Сол өзі Қожеліде сол милли киім şu тігіп халқымызға қызмет етеді деген, сол мен милли киіммен шұғылданады деген. Сол апамыз жәрдем беремен, сол көп уақыттан бері көп жүріппен деп еді. Оған енді жақсы инсандардың арқасынан бүгін итерген күн шығар. Болмаса болды енді, тоқтатаман деп жүріп едім. Міне келді қазір. Ұлбосын апа. Бұл кісі де көптеген инсандар сол видеоларды көріп, сол жәрдем беремен деп өзі жақсы ниет қылған екен. Ұлбосын апа өзің келіп, қашан босайсыз, күнде телефон қалады, мен уақытым болмай қалады, менің уақытым болған уақытта Ұлбосын апаның уақыты болмай қалады. Сол бір ел бұл көріп мақтану емес, расын айтқанда бұл себепші болу үшін қаншадан қанша инсандар көреді. Мысалы үшін видеоларымызды 7-6 мыңнан артық адамдар көрген бір видеомыз. Бір видеомызды 63 мың адам көрген. Солардың har қайсы 2000 сомнан сап бергенде де, мысал үшін айтамын. Бұл жайды уже басылап, фундаментларын көтеріп басыла берді. Жайдың гербішін беретін адам тайын тұрыпты. Фундамент гербіш Құда қаласа. Фундаментке де цемент беретін инсан бар Құда қаласа. Басылап бір басылып кетсе, достар, басылып кетуіне бір жәрдем беріп жіберсеңіз, har жағы өзі тоқтамайды. Қолымнан келген жәрдемімді беруге бүгін келіп тұрпан, не Шарапат ініміздің қолына тапсырамыз. Мен осы себеппенен пайдаланып қалесе насип етсе. Қане Қожеліде қаншадан қанша инсандар бар, қаншадан қанша сізге ұқсаған іспілермелері бар. Хаммесін шақырып қаламыз. Азырақ-азырақтан жәрдем берсе, үлкен армалар орыланады. Дұрыс, әлбетте арамызда жақсы инсандар көп, олардың жақсылықтарын күтіп қаламыз. Не кім кеулеріне жақсылық салса, Алла Таалам екі есе қылып қайтарғай. Сауаплы істеріміз Алла даргайында қабыл болғай. Амин, рахмет. Және бір нәрсені айтамыз, достар, кімге не қылсаң, алдыңа сол келеді. Құда қаласа, біздер өзімізге жақсылық қалесек, басқа инсанға да жақсылық қылсақ, өзімізге әлбетте сол жақсылықтар қайтады. Соның үшін бір-бірімізге жақсылық қылайық. Рахмет апа. Сау болың, саламат болың. Құда қаласа, сол өзінің жұмысларына істетеміз, Құда қаласа. Рахмет.